Үшінші бөлім көзге елестету немесе ойша көру. Менің миымда ойлар жоқ, бірақ ол дүниеге бірнеше түсінікті әкелетін күшке ие. Ральф Уолдо Эмерсон. Адам қалай жеңімпаз болады? Табысты адамдардың сәтсіз адамдардан айырмашылығы қандай? Барлығы менің басымда, дейді Арнольд Шварценеггер. Ол мультимиллионер, жылжымайтын мүлік нарығындағы табыскер магнат, киножұлдыз, культуризммен айналысушы, әлем мистері атағын 5 рет иеленуші. Осының бәріне Арнольд Шварценеггер қол жеткізді. Бірақ әрдайым осылай болған жоқ. Қолында ештеңе болмаған сәттер де Арнольдтың жадында. Арнольд мына ойға сенімді болды. Ми оның барлық жоспарларын жүзеге асыратын кілт. Кішкентай бала кезімде мен ойша өзімнің қандай адам болғым келетінін елестететінмін. Мен өз ойларымды ешқашан күмәнданған емеспін. Шын мәнінде ми бірегей болып келеді. Әлем мистерін атағын алғаш рет бергенге дейін мен осы сайысты бірнеше рет өзімді жеңімпаз ретінде елестететінмін. Бас жүлде менікі болды. Мен ойша осы атақты бірнеше рет иеленгендіктен осылай болатынына күмәнданған жоқпын. Менің кинодағы жетістігіме қатысты да осындай болды. Мен өзімді көп ақша табатын, талантты актер ретінде көретінмін. Мен сәттіліктің, оның дәмін сезетінмін. Мен оның жүзеге асатынын білдім. Крис Полайн фристайл бойынша әлемге кеңінен танымал. 1976 жыл мен 1982 жыл аралығында 6 рет Европа кубогын жеңіп алған атақты батыс герман тобының мүшесі болды. Оның айтуынша, біздің жаттығуларымыздың белгілі бір уақыты ми күшін нығайтуға бағытталған психологпен жұмыс жасауға арналды. Жаттығулардан кейін біз медитация жасайтынбыз. Психолог бізден әр бөктерден, әр трамплин мен бұрылыстан ойша өтуімізді өтінді. Бұл ойша жаттығу кезінде біз шынайы жаттығу кезіндегідей қауырт жұмыс жасадық. Кез келген қызметтегідей спортта да толыққанды жетілу өз іс-әрекетіңнің нақты ойша образын жасау қабілетімен тікелей байланысты. Крис өзінің не айтып отырғанын нақты біледі. Ол тек қана алтын медаль иегері емес. Сонымен қатар, бизнес және спорт бойынша қарқынды дамып келе жатқан консалтинг компаниясының басшысы. Компанияның мақсаты осындай әдістемені пайдалана отырып, қалай жеңіске жету керек екенін адамдарға түсіндіру. Өмірде ешқашан қайғырмайтын, қалжыңды түсіне білетін Брайан Эдвард өмірді сақтандырумен айналысады. Мен онымен дәріс оқу айналымы кезінде танысқан едім. Содан бері біз жақсы достар деңгейіне жеттік. Ол күнде ұйықтар алдында ертеңгі күні жасауға тиіс кездесулерді ойша елестетеді. Брайан әр клиентпен пікір алмасуды ойша суреттейді. Ол күннің сәтті өткенін елестетіп, оның нәтижесінде көптеген сақтандыру келісімшарттарын жасағанын ойша бейнелейді. Брайан ұйықтар алдында және таңертең оянғанда 10 минут уақытын осылай ойша елестетуге арнайды. Жалпы бір күнде 20 минут уақытын бөледі. Брайан Эдвардс көптеген сақтандыру агенттері жарты жылда жасайтын сақтандыру полистерін бір күн ішінде жасап, тұрақты түрде өз мамандығының ең озық 1% өкілдерінің қатарына кіреді. Аталған 3 адам түрлі мақсатқа ие және өмірлік болашақтары да әр алуан. Бірақ үшеуі де шынайы өмірді жасауға көмектесетін және оған белсенді түрде әсер ететін көзге елестету немесе ойша көру әдісін қолданады. Көзге елестету бұл ойша көру, әлі басыңнан өтпеген жағдайда өзіңді көру.
адам өзі ұмтылғанға және өзіне қажеттіні иеленуші немесе өзіне керекті жасаушы ретінде елестетеді. Мысалы, сіз өзіңізге сенімділікті дамытқыңыз келеді. Сіз қиялыңызды пайдалану арқылы өзіңізді өзіне сенімді адам ретінде елестетесіз. Ойыңызда батыл қадамдар жасап, түрлі адамдармен емін-еркін араласасыз. Сіз өзіңізге қиындық тудыратын жағдайды елестетіңіз. Бірақ бұл жағдайда өзіңізді емін-еркін, жеңіл, әрі сәттілікке қол жеткізген адам ретінде суреттеңіз. Достарыңыз бен әріптестеріңіздің сізді қалай құттықтап, жылы ілтипаттар білдіріп жатқанын елестетуге де болады. Сіз өзіңізге сенімділік қасиетін дамытқаныңыз үшін және нәтижесінде болған өзгерістер үшін де мақтаныш пен қанағаттандырылғандық сезіміне иесіз. Ненің болу мүмкін және сіз қандай жағдайға тап болатыныңызды елестетіп, осы жағдай шынайы өмірде болып жатқандай суреттей аласыз. Сәтті көзге елестету құпиялары. Бірінші, сіз неге қол жеткізгіңіз келетінін шешіңіз. Емтихан тапсыру, жұмыста жоғарылау, біреумен танысу, көп ақша табу, сквошта ұшу. Екінші, өзіңізді еркін ұстаңыз. Бірнеше минутқа барлық істі жинап қойып, денеңіз бен жан дүниеңіз демалсын. Үшінші, 5-10 минут аралығында өзіңіз қалайтын өмірді ойша елестетіңіз. Сіз кем дегенде ненің болу мүмкіндігін ойлағанша, сіз не жасап жатқаныңызды, немесе нені иеленіп жатқаныңызды ойша елестетіңіз. Өз ойларыңызда осының бәрі шынайы өмірде болып жатқандай өмір сүріңіз. Қысқа ғана ішкі видеофильм жасаңыз. Өмірде өзіңіздің жасағыңыз келген істі жасап жатқаныңызды елестетіңіз. Бір жағынан, сіз осы жағдайдың әлі шындыққа жанаспайтынын түсінесіз. Әлі шынайы өмірге айналмағанын білесіз. Бірақ біз өзіміз жиі ойлайтын, суреттейтін картиналар біздің мақсатымыздың плацдармына айналады. Энергиямен толтырылған форма бейнесін иеленеді. Бұл картиналар сізге жұмыс жасайтын шынайы күш. Көзге елестету кезінде өзіңізге қажетті қасиеттерді өз бойыңызда бар сияқты бейнелеңіз. Егер де сіздің ойша образыңызға талант, ерлік, байсалдылық және қайсарлық қажет болса, онда осы қасиеттерді міндетті түрде қосыңыз. Кей кездері сіз өзіңіздің мақсаттарыңызға жеткеніңізді көресіз. Кинофильм қарап отырғандай. Ал кей кездері сіздің мақсаттарыңыздың жалпы картинасы бейнеленеді. Мұның екеуі де жақсы. Нақты және еркін көзге елестетуді бір-бірімен алмастырып, 5 минуттан пайдалануға да болады. Немесе өзіңізге ұнаған біреуін таңдап, бір бағытта жұмыс жасауға да болады. Көзге нақты елестету өмірде өзіңіз неге қол жеткізгіңіз келеді, соның нақты бейнесін, көрінісін ойша елестетіңіз. Алдын ала дайындалған сценарий бойынша бірнеше рет елестетіңіз. Еркін көзге елестету образдар мен ойларға бірін-бірі еркін алмастырып отыруға мүмкіндік беріңіз. Ойлау барысында ойыңызды бағыттауға ұмтылмаңыз. Сіздің мақсатыңызға жетудің оңтайлы жолын көрсеткен сәтке дейін. Екі әдісті де қолданыңыз, бірақ есіңізде ұстаңыз. Ең бастысы ол тәжірибе. Көпшілігі көзге елестетудің алғашқы қадамдарында қиыншылықтарға тап болады. Егер де сіз де осындай жағдайға тап болсаңыз, уайымдамаңыз. Картина міндетті түрде толыққанды және аяқталған болуы керек емес. Көзге елестетуді күнделікті пайдалансаңыз, сіз уақыт өте миыңыздың өзіңіз қалаған картинаны ойша жасайтынына таң қаласыз. Айта кеткен жөн, бір нәрсені бір немесе екі рет елестету жеткіліксіз. Өзіңіз қалаған образды мақсатыңызға жеткенге дейін апта және бірнеше ай бойы елестеткен жағдайда ғана сіздің санаңызда белгілі бір картина пайда болып, нәтиже береді.
бір-екі рет көзге елестетіп, алған нәтижені бағалаудың қажеті жоқ. Егер де сіздің бойыңызда күдік туған жағдайда оларды елемеуге тырысыңыз. Күдіктену сезімі міндетті түрде пайда болады. Пайда болған күдік сезімінде қарсы тұрам, күресем деп ойлаудың қажеті жоқ. Олар өздігінен пайда болып, өз еркімен ғайып болады. Көзге елестеумен айналыса беріңіз. Сонда ғана сіз өзіңіз армандаған мақсатыңызға жетесіз. Сәтті көзге елестетудің 2 шарты. Бірінші, әрдайым өзіңіздің мақсаттарыңызды елестеткен жағдайда бұның бәрі қазіргі сәтте болып жатқандай елестетіңіз. Оны өз санаңызда шынайылық ретінде көрсетіңіз. Бөлшектен құралған образдар жасаңыз. Рөлге кіріп, оны ойша ойнаңыз. Екіншіден, мақсатыңызды кем дегенде күніне 1 рет ойша елестетіңіз. Бір күнді де бос жібермеңіз. Қайталау білім алудың негізі. Сіздің миыңызда пайда болып, сақталып қалған кез келген ой сіздің өміріңізге әсер етеді. Кеңінен танымал психолог Алан Ричардстың тәжірибесі жайлы сіздерге баяндағым келеді. Бұл тәжірибе құжат жүзінде дәлелденген. Студенттердің баскетбол командасы 3 топқа бөлінді. Әр топтағы ойыншының нәтижесі анықталып, есепке алынды. Бірінші топ ойыншылары күнделікті спорт алаңына келіп, допты беру тәсіліне жаттықты. Екінші топ ойыншылары мүлдем жаттыққан жоқ. Ал үшінші топ ойыншылары жаттығуды ерекше түрімен айналысты. Олар спорт алаңына бармай, өз бөлмелерінде қалып, жаттығу процестерін ойша елестетумен айналысты. Олар өздерінің доп соғып жатқандарын, елеулі шотпен алда келе жатқандарын елестетті. Үшінші топ ойыншылары бұл жаттығу түріне күніне жарты сағат арнап отырды. Ойша жаттығулар күнделікті жасалды. 1 айдан соң осы 3 топтың ойыншылары тексерістен қайта өтті. Бірінші топ, яғни спорт алаңына күнделікті жаттығумен айналысқандар өз нәтижелерін 24%-ға жоғарылатты. Екінші топта, яғни жаттығумен айналыспағандарда еш өзгеріс болған жоқ. Ал үшінші топтың ойша жаттыққан ойыншылардың нәтижесі күнделікті спорт алаңында жаттыққан ойыншыларға нәтижесінен бірдей болды. Демек, шығармашылық көзге елестету үлкен күшке ие. Бірақ мұнда ешқандай да табиғаттан тыс күш жоқ. Ол сіздің ішкі тетік пен энергия жұмысына, сонымен қатар өзіңіздің ішкі ресурстарыңызды шығармашылық бағытқа бағыттауға негізделген. Елестетуді дұрыс пайдаланып, ұйымдастырған жағдайда ол адамның қарқынды мүмкіндіктерінің біріне айналады. Осы қабілеттілікті қазіргі сәттен бастап пайдалануды қолға алыңыз. Бұл құбылыстың арнайы жақтарын ойламаңыз, қобалжымаңыз. Тек қана процеске сеніңіз. Ұсыныс сұранысты тудырады. Сондықтан да қажетті нәтижені уақытылы аласыз. Сіз мақсатыңызға жету жолы мен тәсілін табатыныңызға күмән келтірмеңіз. Табиғат өзіне қойылған талапты әрдайым орындайды. Көп жағдайда адамдар бірінші қадам жасамай-ақ барлық сұрақтың жауабын білгісі келеді. Біз алда болатын жағдайларда алдын ала және олардың барлық кезеңдерін білгіміз келеді. Өкінішке орай, бұл біздің қолымыздан келмейді. Кей кездері оқиға біз ойлағаннан ерекше бағытта дамуы мүмкін. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анджелесте дүниеге келіп, әжесінің қолында тәрбиеленді. Олар жәрдемақыға өмір сүріп, кедей болғандары соншалық, оның әжесі қоғамдық дәретханалардан дәретхана қағазын жинап жүретін. Әрине, оларда талантты қызды университетке оқуға жіберуге қаражат болған жоқ. Кэрол университетке оқуға түсуді армандайтын. Және ол күндердің күнінде университетке оқуға түсетініне сенімді болды. Менің санамда мен университетке түсе алмаймын деген ой болған жоқ.
Мен әрдайым өзімнің дәрістерге қалай барып жүргенімді, студенттер шағын қаласында өмір сүріп жатқанымды, өзіме қызықты пәндерді оқып жатқанымды қиялдайтынмын. Мен бұл жайында күнде ойлайтынмын. Менде университетке оқуға түсуге бірде-бір мүмкіндік болмаса да, мен студент атанатыныма күмәнданған жоқпын. Ол ақшаны қайдан алды? Мектепті аяқтап жатқан кездегі күндердің бірінде мен почтаға бардым. Пошта жәшігін ашқан соң маған арналған конвертті көрдім. Конвертте пошта маркасы болмағанымен пошта мөртаңбасы болған жоқ. Демек бұл хатты почта арқылы жіберген жоқ. Почта жәшігіне сала салған. Конверт ішінде менің университетке 1 жылдық оқуыма арналған нақты сума болды. Конверт ішінде ақшадан басқа ешбір хат болған жоқ, тек қана ақша. Мен осы күнге дейін кім бұл ақшаны жібергенін білмеймін. Өз ойларыңызды ашу арқылы сіз жаңа мүмкіндіктерді ашасыз. Әрине, егер сіз көзге елестетумен айналыссаңыз, Кэрол Бернеттпен болған жағдай сияқты жолыңызда сізге өзіңіз қалаған сомамен конверт ұсынған бейтаныс адамды міндетті түрде жолықтырасыз деп айтқым келмейді. Бірақ сіз өз мақсатыңызды жүзеге асыра алатыныңызға уәде беремін. Бұған сенімді болыңыз. Сіздің ойларыңыз сіз ойлағаныңыздан да күштірек. Ал әрбір ойша образ сіздің өміріңізге әсер ете алатын шынайы күш болып саналады. Адам осындай мүмкіндіктерге ие деген көзқарас қиялдаушылардың ойдан шығарған тұжырымы емес. Олар біздің жан дүниемізде өзіміздің қалауымызбен пайдалана алатын тәжірибелік тетік ретінде өмір сүреді.